Ассалаумағалейкум достар, бүгін бір қызық оқиғаны айтайын. Бір жағынан пайда болады. Қалай күніге 10 мың теңгеден 2 ай бойы тауып отырдық біздер. Нәтижесінде енді минимум 10 мың теңге. Минимум 10 мың теңге. Бірақ 2 айдан кейін ол монетизациясын өшіріп тастады. Біздердің өзіміздің немізден болды. Бірақ эксперимент ретінде бастағанбыз қызыққа. Бірақ сабақ ретінде айтамын сіздерге, қай кезде монетизация өшеді, өшпейді деген сияқты. Біздер мынандай бір жағдай болды. Өздеріңіз ойлаңыздар. Ойласаңыздар. Біздерде мынандай жағдай болды. Күніге 10-12 мың теңгеден түсті. Сосын қалай басталды ол? Біздер контент таппай базарға барып мал түсірдік, мысалы. Дос болып мал базарға барып мал түсіріп жүрді. Мен басқа шаруалармен айналыстым. Кәдімгі мал базарда білесіздер, воскресенье сайын болады. Қойды, там ешкіні, жылқыны, атты, даже мысықтардың нелерін түсіріп жүрді. Сөйтіп просмотр болмай қалды енді, действительно. Аз болады просмотр. 600-700 подписчик болады. Сол жерде бір где-то жиналғанымыз сол 600-700 подписчиктен монетизацияны қоса алмадық. Енді қалай ақша шығарды дейсіздер ғой. Сөйтеді, короче, біз не істейміз? Ана видеолардың барлығын аламыз да американский ютубқа дейді, соған салып шортс қылып тұра береміз, андай үлкен видео саламыз. Сосын бір кезде адамдардың аттары мініп тұрған, анау-мынау деп ішінде видеода сондай да. Кәдімгідей неше түрлі үйректердің видеолары тұр. Сол жерде анау жағдайлар төмен болып кеткен ғой енді. Бір тауықтар тұрды, үсті басы жүндер түсіп қалған. Соны біздер американский ютуб, типа американский ютуб деп ағылшынша жазып сала бергенбіз ғой. Сөйтсе бір күн просмотр жинайды, просмотр анау-мынау кәдімгідей. И монетизацияға келеді, 1000 подписчик. Тез жинап алдық бір 5-6 күнде ше. Біздер ананы еш сөйлемейміз, тек тауықтар анау-мынау деп ағылшынша Google Translate'пен жазып қоя береміз. Сөйтсе жан-жақтан Европаның бір Индия, Европаның бір елдерінен көрген. Сөйтсе где-то бір аптаның ішінде монетизацияға неше 1000 подписчикпен 4000 сағат жиналды. Сөйтіп оны заявка жібердік, 3 күнде келді, қосылды. Сосын, ой, біз риза болып жүрміз, американский ютубқа шықтық деп салып жатырық, аналарды алып ше. Дос бол сөйтіп мал базарға баруын да қойды, тек ана бітіріп алайын видеоларды. Сөйтіп ана бұрынғы видеодан өшіріп тастағанбыз ғой. Сөйтіп салып, ақша кәдімгідей көбірек түседі енді о жақта ше. Подписчигіміз аз, где-то 10-12 мың теңге, сөйтіп 2 ай бойы, ашқаннан басып 2 ай болды. 2 айдікін түсіп бастаған кезде біздің каналымызды полный өшіріп тастады. Полный жоқ. Монетизация да жоқ, бәрі жоқ. Сол кезде себебі там жестокие обращения там животными. Біздер ана әбіржіп кеткен ана нелерді көрдік та, тауықтардың ше әбіржіп кеткен, ана-мынау ана. Соған YouTube ойлады ғой деймін. Қатыгездік танытып жатыр деп ше, домашний хайуандарға ше, үйдің тауықтар әбден салбырап бүйтіп тұрады ғой енді, базарға барасың, кір лас жерде. Сосын ана аттың үстіне мініп алған, бірдеме қылған, типа сондай ана жерде бар ғой енді, действительно жағдайлар төмен малдардың үстері жаман болып тұрады ғой. Соны өшіріп тастады. Мен апелляцияға бердім қаншама. Бір рет бересің ғой енді, бір рет апелляцияға бердім. Жаздым енді, анау-мынау деп ше енді, техподдержкаға. Я, үйтеміз, сонымен хабарсыз кетті. Мен бұдан не айтқым келіп тұр? YouTube кейде бар ғой, басқа каналдарда жүретін нәрсені бар ғой, сенде жүргізбей тастайды. Мысалы, мен видеода көрдім. Неше түрлі тауық емес, кептерді, көгершіндерді атып атып, крисаларды атқанын көрдім да, андай снайпермен. Қасқыр сияқты койоттарды атады. Действительно бар да, тұр да олар. Ал маған келген кезде сондай өшіріп тастады. Менің айтқым келіп тұрған нәрсе, YouTube'тың правиласын өзі біледі көбінесе. Я, былай істейміз, анау-мынау деп ше. Содан кейін бір рет жазғаннан кейін, менде уже аккаунтты өшіріп тастағаннан кейін, мен желание қайтып кетті. Сонымен ол проекті қалды. Енді мен білмеймін, енді өздеріңіз жасап көрсеңіздер де болады солай. Бірақ ол өшіреді дегенде олар қателесті негізі. Себебі ана бір тауықтар болды да. Короче, біреудің итін сүйреп бартқанын көрдік. Дос болып білесің ана алдында? Біреудің иті өліп қалған ғой. Біз интернеттен алған болатынбыз. Сол туралы өзіміздің ойымызды айтып не қылып жатсақ, сол видеода болды деп ойлаймын мен. Біреудің дәу иті өліп қалған. Сөйтіп оны мойнынан асып, былай тартып жүрген ғой, машинаның артына салып ше, енді өлген итті салонына сала алмайды ғой. Бұны есі сеніп кеткен шығар, білмейміз ғой.
Сол кезде біз YouTube ойлағанда итті жаңағыдай қинап өлтіріп тартып жатыр деп ше, басынан сүйретіп. Ол өлігін жерлеуге баратқан ит болды. Сол видеоны көргеннен кейін YouTube походу мына канал жестокий, жаңағы тауықтың арты жүн жоқ тауықтар сөйтіп қалды, содан болды да негізі. Мен операция беріп, мен неғып жазып көрдім техподдержкаге. Сол қалпында қалады деді, аккаунтпен қосып құрып тастады. Ол жерде өздеріңіз ойланып көрсеңіздер, енді қателікті қайталамау керек. Жестокий обращение хайуандарға жестокий видеоны көрсетсеңіздер, мысалы видеода ше, ол жаман болады, ол каналдар ютубта жауып тастайды. Немесе балаларды ұрсу болады ғой, бұрып, ондайдан да мен жалып алғам. Әшейін бір видеода кішкентай баласын түртіп жүреді, менің видеом емес ол. Мен бір интернеттен бір видеоны тауып алам, оны мен өзім ойымды айтам, сол жерде реакциямды білдіремін, обзор жасаймын, сөз қосамын да, сөйтеді, ана баласының басын ұрғаны үшін мен бір ескертіп алып қойғам. Монетизациямды сол кезде өшірген. Мен сендерге сол сабақ болсын деп айтып жатырмын да. Жаңағыдай күніге 10 мың теңге, 12 мың теңге табасыздар, бірақ бір жерден жалып жасап кетсеңіздер, бір не қылса каналыңызды жоқ қылады. Сондай хайуандарға ескертеді, немесе кейде жоқ. Просто мен айтқым келіп тұрған нәрсе, YouTube-тың өзінің правиласы бар да. Ол правилаға бағынбасаң, кейде басқалар істеп тұрады. Неге аналардікі анандай, неге мен жазып та көрдім, неге басқа каналдар, сол каналдардың сілтемесін де жібердім. Мына каналдарда жоқ, біз басқа каналдарды ештеңе айта алмаймыз. Сіздікі егер специалисттер осылай шешім қабылдаса, онда солай деді. К сожалению, өкінішті, орысшалап жазды, өкінішті сіздің осындай жағдайға тап болғаныңыз. Сондай да, YouTube-та осындай жағдайлар бар. Но бұл жұмыстан істемей қоям, әділетсіздік деген сөз емес, сабақ болады. Кейде солай, себебі YouTube-та аңдып отқан күндегі миллиондаған видеолар салынады, оны YouTube қарап отыра алмайды, бәрі боттармен автоматты түрде қарап отырады. Соған ілініп қалады, кейде сондай каналды сөйтіп жоғалтып жібереді, монетизациясын өшіріп тастайды, кейде әртүрлі да. Міне мал түсіру, енді хайуан түсіру мәселесінде осындай болған. Тауықтар ғана бойцовский хораздар болған ғой, үсті басында несі жоқ ондай. Содан кейін одан желание кетіп қалды, басқа салалармен айналысу керек болды. Мүмкін алдағы уақытта тағы да уақыт болып жатса, қайтып оралып, мен сол хайуандардікін түсіп. Себебі мен түсінгенім, жаңағыдай животныйларды әлемде көп көреді екен негізі. Көбісі қалада тұрады ғой, әлемдегі адамдардың көбісі дамыған елдерде. Олар үйлерінде жандай үй хайуандары жоқ та, үй жануарлары жоқ, үй жануарларын көріп қызығады екен көбісі. Көптеген комментариялар, испанский комментарий, английский, білмеймін, португалский бір заттар жазды әйтеуір. Біразын переводтап көрдім, біраздарын там анау-мынау. Бір түсінгенім, шетелдегі сол батыстың адамдары көп негатив жазбайды екен. Көбінесе. Ағылшын тіліндегілер сондай көбінесе. Енді міне көргендеріңіздей сабақ болады деп ойлаймын, өзіме де, сіздерге де, соны сіздерге бөлісейін дегенім еді. Айтпақшы, осы видеоның астында сілтеме бар, сол сілтеменің ішінде сіздер курс шығарып қойдым, бастан аяқ қалай канал ашасыздар, және содан бастап қалай канал ашқаннан бастап ақша қалай түскенге дейін, Каспиге ақша түскенге дейін аралықта барлығын көрсетіп қойып, тек қайталасаңыздар болды. Ол курсқа жазылсаңыздар болады, астында бар. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.